Сәлеметсіңдер ме оқушылар? 5 сынып математика сабағын бастаймыз. Бүгін бізде жаңа тарау бұрыштар, көп бұрыштар. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз бұрыш, бұрыштың градустық өлшемі. Сабақты соңына дейін көріңдер. Егер сабақ ұнаса, каналыма тіркеліп, қоңырауды басып, лайк басып кетуді ұмытпаңдар. Ал онда тақырыпты түсіндіріп бастайық. Қараңдар, бізде мына суретте бұрыштар кескінделген, иә? Осы кескінделген бұрыштардың әрқайсысы, қараңдар, бір нүктеден мынандай екі сәуледен құралған фигура болып тұр. Енді қараңдар, бір нүктеден басталатын, яғни бір нүктеден басталатын мынандай екі сәуледен құралатын фигура бізде бұрыш деп аталады екен. Яғни сонда мыналар бізде бұрыштар болып тұр. Бұрышты құрайтын, яғни мына бұрышты құрайтын мына сәуле, мына бір сәуле, мынау екі сәуле, иә? Осы сәулелер бұрыштың қабырғасы болады. Сонда мына бұрышты, мына бірінші бұрышты алатын болсақ, бізде мына ОА деген бір сәуле, иә? Мына ОА деген, ОВ деген екінші сәуле. Бұл бұрыштың несі болып тұр? Қабырғалары болып тұр. Қабырғалары. Сонда ОА және ОВ, АОВ бұрышының қабырғалары болып тұр. Енді сәулелер басталатын нүкте, яғни мына қараңдар, мына екі сәуле қай нүктеден басталып жатыр? Мына О нүктеден басталып жатыр, иә? Осы О нүктесі бұрыштың төбесі болады. О нүктесі бұрыштың несі екен? Төбесі екен. Ал мына жерде есе Е нүктесі бұрыштың төбесі. Ал мына бұрышта есе F нүктесі, мына бұрыштың мына сәулелер басталатын нүкте ғой, осы F нүктесі бұрыштың төбесі болып тұр. Ал енді қараңдар, бізде бұрыштарды белгілеудің екі тәсілі бар. Бірінші тәсіл бұрыштарды 3 бас әріппен белгілейді, екінші ол бір ғана әріппен белгілейді, бір ғана бас әріппен. Мына жерде қараңдар, мына бұрышты алатын болсақ, бұны біз үлкен бас әріптермен АОВ бұрышы деп айтамыз. Бізде бұрышты үлкен әріптермен белгілеген кезде мына бұрыштың төбесі әрқашан мына ортада жазылады, міне АОВ бұрышы деп. Немесе бұрышты тек бұрыштың төбесін ғана жазып белгілейді. Мысалы, мына Е бұрышы деуі мүмкін. Енді қараңдар, бізде бұрыш деген сөздің орнына бізде мынандай бұрыш деген белгі қолданылады. Сонда мынаны жазған кезде, мына қараңдар, АОВ бұрышын жаз деді ма, бұрыш АОВ деп жазамыз. Ал Е бұрышын жаз деді ма, міне бұрыш Е деп жазамыз. Бұны оқыған кезде Е бұрышы, мынаны есе АОВ бұрышы деп оқылады. Ал енді қараңдар, бізде толықтауыш сәулелер жазыңқы бұрышты береді. Толықтауыш сәулелер дегеніміз түзуді екіге бөлетін нүкте, оны бізде толықтауыш сәулелерге бөледі. Яғни бізде өз сәуле дегеніміз бір нүктеден басталып, бір бағытқа қарай кететін фигура еді, иә? Сонда міне түзуді бізде мына екі сәуледен құралып тұр, иә? Міне түзу, міне қарама-қарсы бағытта кетеді, мына бір сәуле, мына екінші сәуледен құралып тұр. Осындай сәулелер бізде толықтауыш сәулелер деп айтылады. Осындай толықтауыш сәулелерден құралған бұрыш бізде жазыңқы бұрыш болады. Мысалы, мен мынаны О нүктесін жерге F дейтін болсақ, міне EOF, яғни мына бұрышы бізде жазыңқы бұрыш болады. Сонда бұрыш EOF жазыңқы бұрыш екен. Ал бұл жердегі мына О нүктесі бұрыштың несі? Бұрыш төбесі. Ал енді ОЕ, ОФ ол бұрыштың несі болып тұр? Бұрыштың қабырғалары болады. Бұрыштың қабырғалары. Ал енді біз бұрыштың градустық өлшеміне тоқталайық. Бұрыштың градустық өлшемі дегеніміз жазыңқы бұрыштың 180-нен 1 үлесі, яғни 180 градустан 1 үлесі бұрыштың өлшем бірлігі ретінде қабылданған. Оны бізде градус деп айтады. Бұрыштың өлшем бірлігі градус. Яғни бізде 1 градус бұрыштың өлшем бірлігі болып тұр.
бұл бұрыштың өлшем бірлігі деп жазып қоямыз бұны. Енді қараңдар, бізде математикада осы градус деген сөздің орнына бізде оның өзінің мынандай белгіленуі белгілен. Мысалы 1 градус па, біз оны 1 градус деп жазамыз. Бұны оқыған кезде 1 градус деп оқылады. Ал енді бұрыштың градустық өлшемі дегеніміз берілген бұрышқа неше градус бірлік бар екендігін көрсетеді. Сонда қараңдар, мына жазыңқы бұрышта бізде 180-нен 1 бөлік болып тұр ғой 1 градус, иә? Сонда бізде жазыңқы бұрышта осындай 180-нен 1 үлестен бізде 180-і бар. Сонда жазыңқы бұрыштың градустық өлшемі 180 градусты береді екен. Оны былай жазамыз. Сонда мына жерде қараңдар, жазыңқы бұрыш қандай еді? Бұрыш EOF еді, иә, міне. Сонда жазып қоямыз, бұрыш EOF қанша градусқа тең? 180 градусқа тең деп жазып қоямыз бұны. Ал енді қараңдар, бұрыштың бізде бисектрисасы деген болады. Мысалы, мен мына жерде бұрыш сызайын. Мынандай EOK деген бұрыш берілсін. Міне EOK бір нүктеден шыққан екі сәулелерден құралған фигура, иә? Осы бұрыштың төбесінен, яғни міне бұрыштың төбесіне шығып, осы бұрышты өзара теңдей екіге бөлетін, теңдей қылып ортасынан сызамыз. Екіге бөлетін сәуле осы бұрыштың бізде бисектрисасы деп айтылады. Бұны мен OF деп белгілейтін болсам, бұл бисектриса болып тұр міне. Яғни міне бұрыштар тең екіге бөлініп тұр. Сонда қараңдар, мысалы бізде бұл жердегі бұрыш, яғни қандай бұрыш берілген еді? EOK бұрышы берілген еді, иә? EOK бұрышы бізде 52 градус болсын дейік. 52 градус болатын болса, мына бұрыштың бәрі 52 градус болатын болса, онда EOF оның жартысына, ал FOK оның жартысына тең. Сонда жазамыз, бұрыш EOF бізде 52-ның жартысы 26 градус болады. Бұрыш FOK ол да тең 26 градус шығады. Сонда бізде қараңдар, бұл жердегі OF дегеніміз бұрыштың мына EOK бұрышын теңдей екіге бөліп тұр, және ол бисектриса деп айтылады. Сонда OF бізде не болып тұр? Бисектриса болып тұр. Бізде бисектриса сөзі латыннан аударғанда бис екіге, сего қиюшы деген сөзден шыққан. Ал енді қараңдар, мына сурет салайын мен. А, В, Д, С. Қараңдар, бізде мынандай бұрыштар берілген, иә? Міне бізде мынандай бұрыштар берілген. Осы жердегі бұрыш бізде қараңдар, АВС бұрышы, мына АВС бұрышы, бұрыш АВС, ол бізде АВД бұрышы мен ДВС бұрыштарының қосындысына тең. Яғни мына бұрыш, мына екі бұрыштың бізде не болып тұр? Қосындысына тең болып тұр. Сонда бізде қараңдар, сонда жазамыз, бұрыш АВС тең бұрыш АВД-ға қосамыз бұрыш ДВС-ны. Яғни бізде мына бұрыш пен мына бұрышты қосатын болсақ, бізде АВС бұрышы шығады екен. Енді бұл жерден бұрыш АВД тең 55 градус болсын дейік. Мына АВД, мына бұрыш 55 градус болса, ал бұрыш ДВС бұл тең 30 градус болсын. Мына бұрыш, міне ДВС бұрышы, мына жер 30 градус болсын. Онда бізде АВС бұрышы қанша дейді? Онда жазамыз, міне АВС бұрышы тең бұрыш АВД қосылған бұрыш ДВС-ға. АВД бұрышы бізде 55 градус, міне 55 градус жазамыз, 55 градус қосылған 30 градус тең, сонда бізде қанша болады? 55 градусқа 30-ды қосатын болсақ, 85 градус болады. Сонда бізде АВС бұрышы 85 градусқа тең екен.
осымен сабағымыз аяқталды. Егер сабақ түсінікті болса, каналыма тіркеліп, қоңырауды басып, лайк басып кетуді ұмытпаңдар.